bir talın jipek taladan esip, kızlar kestelеген kеуілі өсіп, тойымызға кию еткейден есіп, әрман еткен сені deyip көк көйлек. Дұрыс, бір уақытлары Қарақалпақ қызларының мақтанышы, олардың кеуіл кешірмелері нағысларына көшірілген бұл киім бүгін бізге ұзақ өтміштен дәрек беруші тарихи дәлел. Бұл көйлек аналарымыздан мирас. Бүгіннің жастары біз үшін теберік. Әсілі раса ұсы күнлерге жетіп келген көйлеклердің саны жүді аз. Заманлар тар айлеп еткенде налыш, сені мәдәт біліп етті алданыш, енді тілге келер әндамлы нағыз, не бір асуларды асқан көк көйлек. Көйлеклердің бір данасы бүгін Савицкий атындағы көркем өнер музейінде, өлке тану музейінде, сондай-ақ бір данасы Санкт-Петербург музейінде сақланып келмекте. Көк көйлектің тауары беккем, нағысы құрамалы. Ұзақ уақыт, хаттегі қызлар 6-8 жыллап ынтаменен тіккен. Көйлектің тикары болмыш реңлі сабақты таярлау үшін көк реңлі бояу дүнияға белгілі. Ол жіпек жолының каруанлары арқалы бұйыртпа менен алдырылған. Айрым мағлуматларда болса, бояу қызыл шыңғылдың бүршегінен, қарамықтан алынған делінген. Рең беріліп, таяр болған бөз тауары бүгін бізге кен таныс, көпшілікке жағатуын джинси материалының өзі болады. Демек, бұл модаға айланып атырған тауардың неше әсір алдын бізде Қарақалпақ диярында пайда болған деген пікір туылуы анық.
Көк көйлектің және бір аты бояқ көйлек деп те аталған. Көйлек толық пақтадан тоқылады. Пақта дәслеп шығыршық арқалы шігіттен айырылады. Соң шарқпенен жібі иіріледі. Қозақта тауар болып тоқылып, онан пішіп тігілген көйлекке зер сабақлар менен нағыз ойылады. Қарақалпақта қызларды 10-14 жасларынан баслап қозақ өрлеп тоқуға һәм нағыз қоюға үйрету бұл қалықтың ең гөзал фазилетлерінің бірі деп жазған еді белгілі этнограф профессор Жданко. Олар өреткен бұндай аспанды, ондағы 1000 сан жұлдызларды, түбі бір, шақасы 1000 нәруан күжімді еслететұғын қайры нағыслы бұндай әжайып көйлекті киюді қайсы сақып жамал әрман етпегендейсіз. Көйлектің нағысы шатраш тігіспенен кестеленеді. Алды тәрепі етегіне шекем нағысланады. Нәтижеде өзіне тән бейтакрар бір дөретпе пайда болды. Әр бір нағыста үлкен мәні бар. Қараң, көз алдыңызда шақалы күжім терек суретленеді. Жыллар өтсе де, аналарымыздан үйреніп, оның нағысларын және де жанлантырып, заманымыздың тынышлығын, жайқын жағасында өскен байтеректі суретлеуші өз нағысларымызды қосуымыз зәрүр. Оны асырап, абайлап, жанлантырып, кейінгі аулатларға жеткізу біздің парызымыз.